азыр бизлерге улуу шифакерге тарапынан науқастардан эң көп берилетін сауалдар бұл құлағым тез-тезден қыши береді деп бизлерге арыз етіп келеді. Егер де сіздің құлағыңыз тез-тезден қышып, одан басқа құлақта ауру күзетілсе, ажыралма болса, құлақтың естуі төмендесе, бұл грибковый отит деп айтылады. Грибковый отиттің келіп шығу себебі бойынша бір қысқаша сіздерге мағлұмат беріп өтемін. Көбінесе ол қандай жерлерде болады? Көбінесе бұл әден сары бір құрғақ һәм ылғал климатлы жерлерде болады. Одан басқа келіп шығу себебіне қарап, олар эндоген, экзоген болып бөлінеді. Экзоген болғанда біздерде әзір көп адамдар құлағына әрқилы нәрселерді салып тазалай береді. Яғни былай айтқанда, ушный ватный палочка дейді, соны әден сары көп құлағын тазалайды. Егер де құлақта ушный сера дейді, соны әден сары көп тазалай жіберу ақыбетінде, онда құлақта микрофлора өзгереді да, онда грибковый процестердің рауажлануына алып келеді. Ал енді эндоген болса, ішкі факторларда біздерге көп антибиотик алу, екіншіден авитаминоз, гиповитаминозлардан кейін, гормонал терапиялардан кейін, одан басқа сахарный диабет дейді, солардан кейін эндоген тәсірлердің астында да бұл грибковый отитлерге алып келуі мүмкін. Егер де сіздің құлағыңызда сондай белгілер болса, біздің Кардар медикал клиникаға келіп мұражат етсеңіз болады. Егер де сіздерге және де қызықарлы видеолар болса, маған подписация етің, лайк басың, одан да қызықарлы мағлұматлар беруге әрекет етемін.